Мә саған не істеп стаған мына жерде офистің быт-шытын шығарған ғой. Соломон, қайсы ренжіткен, айтшы. Қазір барып ұйықтатам. Соломон, братишка, не болды, айтсайшы. Соломон, тұр болды. Кім? Таныс деген біреу таныс. Таныс? Иә. Кім танысы? Танысы ма өзі аты сондай ғой таныс. Қандай? Халық екеуі. Халық? Иә. Сосын кім? Фонарик бар. Ана фонарик па обещаниясын орындамай жүрген. Дәл өзі. Болды, ка барамыз. Болды, жүре аласың ба? Давай, жүр, болды, кеттік. Машина секір. Ка барамыз. Қайда екен білесің ба? Білем. Сүле болды. Братан, сен келген дұрыс болды. Бағана страшно шайқас болды ғой бағана. Ой. Ұйықтаттың ғой маған, халықты ұйықтаттың ғой. Красавчик. Фонарик вообще жүр ғой. Фонарик деген. Саперник емес қой. Давай кеттік, отыр. Ана таныс деген қайдан біледі? Келіп ана перчатки бір супер удары бар ма, бір нәрсе ғой анау. Ұйықтатамы. Танышмаңыз, маған бәрібір. Халық, братан, таныс, братан. Сендерге от души бар ғой. Осындай амбалдар, братандар болмағанда бар ғой. Не істейтін едім? Қалай стол жаймайсың мұндай кезде? Дым қысылма, жасыл фонарь, от души сән, донер әдемі кетті, еще айрамен ғой. Анау, ішіне фри салған ба, чипсіз алған ба, рецеп әдемі кен, ә? Мощный, бәрі жақсы, әдемі болды, жасыл фонарь. Дым уайымдама, бәрі жақсы, түсіні бә? Дым қысылмай қой, смело жүре бер. Звондайсың ғой, любой момент. Әне отыр, братан, әне жерде отыр, ана кафенің ішінде. Разворот жүрса, бар. Соломон біреуді ертіп келіп тұр бізге. Мен Соломонның братанымын. Қайсың ренжітіп жүрген? Офисқа келіп беспределить етіп жүрген. Сендер бәрің беспредел дейсіңдер. Беспредел не екенін білесіңдер ме өздерің? Халық деген сенсің ғой, ә? Тұра тұршы қазір, немене стөлдің үстінде отырып алып. Соломонды қараш, қорқып тұрма, бері қарай келсе қайтеді. Братанын жіберіп. Барындар, қайтесіңдер, үлкендер сөйлесіп отыр. Беспредел туралы не әңгіме айтып кеп тұрмын жерде сен? Соломон брачка жалғыз болды. Өзі келді. Супергеройлар бесеу болды. Сендер келіп жабылдыңдар. Қайдағы беспределді айтып тұрсың сен? Жабылған жоқ, енді оныкі дұрыс болған жоқ. Қайдағы дұрыс болған жоқ? Фонарик болып кетті ғой. Обещалка. Соломон, қалай? Братан, базар жоқ. Жабылды ғой бағана, әйтпесе паразу алып тастаймын ғой мен оларды. Амбалдарымызды қоя ма? Көрдің бе, баспен қадау деген осылай болады. Халық, не болды? Сөйлей алмай қалдың ба? Тамақ ішіп дайындалып кел, сосын көреміз қаншалықты мықты екендеріңді. Брачка, кеттік. Отыр, әр қарай тірліктері бар. Қайда барамыз, братан? Офисқа кіріп шығайық. Все, кеттік. Мен рөлге отырып аппын ғой, мен жүргізу білмеймін ғой машина. Өзің отыр. Соны айтам. Отырып алған мәсе. Ойлай, қайда білін іштеге де алмай қалдың ғой. Брачка, сосын маған бір машина жүргізуді үйретші, жарай ма? Үйретем ғой. Ят әйтпесе. Бұл не бәле? Анау таныс артымыздан келді. Амбалдар жайдан жай былай қалдырмайды. Қаладан шығып кетейік, қаланың сыртына алып бар. Сол жерде ұрып жүреміз. Қусын. Тоқтамам да жерде. Планың жақсы екен, братан. Танысы, бізді қуып жете аласың ба? Қуып жете. Давай, Соломон, таппи. Қуып келетір.
қайда білсін біз әне істеп келе жатқанымызды. Танысың аңқау келе. Бұрыл мына жерде, братчика. Поля мына жерде, ешкім жоқ. Әрі қарай. Қай жерге ма? Дұрыс жерге. Мына жер басып өтейін я? Дұрыс біреудің заборына аяйсың ба? Тоқта осы жерге. Танысы аңқау екенсің. Біз барған жерге бара бересіз ба сонда? Көп сөзді қойыңдар. Қазір барлығын осы жерде шешіп тастаймыз. Тамақ ішіп отырған жерден бөгет жасап, сендер кімсіңдер соншама? Қазір кімнің кім екені белгілі болады. Таныстың күшін білетін боласыңдар. Таныстың күшін бағана донер жеп атқанда біліп алғанбыз. Танысы, қара. Сен қандайсың? Мен қандаймын? Итерме, маған бәрібір қандай болсаң да. Кел, саламон, братишка, на қара дедіп. Танысы, серьезно ма? Серьезно айттыр ғой мава. Танысы, жаныма тиме. Өзің келгенің дұрыс болды қайта. Анау халықтарында алып келсең, тағы да екінші рет жерге қадалып қалушы еді. Анау фонаригіңді алып кел. Обещаниясын орындасын. Соломонға обещать еткен. Беспредел деген әңгіме айтпаңдар, түсіндіңдер ма? Прачка Соломон жалғыз болды. Сендер жан-жақтан. Братан, не ғой, қатты қинамай-ақ қой енді, ондай қатты не емес қой. Бұлай жақсы жігіттер ғой олар. Соломон, сенің ақ көңілдігің аямау керек. Неменеге аяйсың бұларда? Көрдіңдер ма, мен прачкам қандай ақ көңіл. Сендер болсаңдар жабылып. Бір амбалдар үшін, аламбалдар бір амбал үшін. Сондықтан сендер кім болсаңдар да күштерің қандай керемет болмасын. Азықпа, інше. Сен кімсің? Сені! Мені! Кімсің сен? Нұсқау қала алмай жатқан кезде ақылды болып шықтың ба? Көрсете. Нежданчик кем? Нежданчик кем? Нежданчик емес. Достойно төбелесек екеміз. Достойно келік насына қадал. Достойно деп маған әңгіме айтып қояды ғой. Соломон, братчика, тұр давай кеттіге, офисқа барамыз. Жасыл фонарьдың не обещать еткенін білмеймін, бірақ осының арты үлкен проблемаға айналып кетті ғой. Өткен жолғы видеода комментарийлердің арасында ең бірінші болып жазған Нурел Мирланов. Жарайсың, Нурел Мирланов. Одан кейін комментарийлер Ернұр Рахманқұл, Қазақ KZ, Гүлім Альситова, Дәрмен Барлыбаев, Ибрахим Сейтжан, Айдос Мұратхан, Нұралы Медетбек, Оралхан Қожакова, Алияш Рышымбет. Білмеймін енді бүгінгі кімдікі дұрыс емес. Бір жағынан былай ойлап қарасаң, жабылып кеткенді дұрыс емес. Енді көреміз енді не болатынын әрі қарай. Айта алмаймын ештеңе айта алмаймын деп тұрсаң, жарайды, Sega KZ арнасын көрермендері, келесі видеода кездескенше.